Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді ірімшік жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай және де өте пайдалы. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, керемет пайдалы видеолар бар, және де алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар түсіретін боламын. Ең алдымен бізге осындай 3 литр сүт қажет болады. Осылай 3 литр сүтімізді қазанымызға қойып, газге қоятын боламыз. Газге қойып, сүтіміз піскенше осылай өздеріңіз көріп тұрғандай үстіне айранымызды құямыз. Айран міндетті түрде қолдың айраны болу керек. Соған бір кесе болмаса 200 граммдай айран қоссаңыздар болады. Описание бөлімінде қанша мөлшерде, қанша литр, қанша кететінін бәрін жазып кететін боламын. Сүтімізді 3 сағат жай отта, осындай баяу отта 3 сағат қайнататын боламыз. 3 сағаттан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай сүтіміз қоңырқай түске енетін болады. Осылай енгеннен кейін өздеріңіз көріп тұрғандай 100 граммдай құмшекер салатын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша тәттірек болсын десеңіздер, одан да көп құмшекер қоссаңыздар болады. Маған онша тәтті керек болмағандықтан осындай 100 грамм құмшекер қостым. Енді осыны тағы да бір 10 минуттай қайнататын боламыз. Біздің қызыл ірімшігіміз толықтай дайын болып шықты. Сүтіміз осылай тартылып, осындай болып шықты. Енді осыны сүзіп қатыратын боламыз. Ол үшін бізге осындай сетка қажет болады. Болмаса марлы болса, марлымен істесеңіздер де болады. Барлығын осылай орамалға салып сүзіп алатын боламыз. Енді осы орамалымызды қаттырақ қысып, форма ұстау үшін осыны қаттырақ орап қысатын боламыз. Тағы да суын сырғытып, осылай өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Бізге осындай тесік ыдыс қажет болады. Суы сырғып ағу үшін, сол үшін монтоварканың осындай ыдысын алдым. Оның үстіне осылай форма сақтау үшін тарелканы осылай жауып қойдым. Оның үстіне 2 литрлік баклажкаға су құйып, осылай бастырып қоятын боламыз. Енді сіздер өз қалауларыңызша осындай ауыр затпенен үстін жауып қойсаңыздар болады. Бір түнге қалдырамыз. Бір түн өтті, өздеріңіз көріп тұрғандай біздің ірімшігімізді осылай ашып жіберсеңіздер болады. Осылай қатып, өзінің формасын сақтап, әдемі болып тұр екен. Біздің ірімшігіміз толықтай дайын болып шықты. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Базардан сатып алғаннан гөрі өз қолдарыңыздан жасап жесеңіздер. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.